Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге пахлаваның рецептісімен бөлісемін. Алдымен жұмыртқаның сарысына қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Пахлаваға керекті ингредиенттер описание бөліміне жазылған. Ас содасы мен тұзымызды саламыз. Араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнымызды саламыз. Тағы да араластыра отырып, осындай әдемі жұмсақ қамыр илеп шығарамыз. Қамырымыз қатты сұйық, қатты болмау керек. Осындай болу керек, жұмсақ. Енді бетін жауып тындырып қоямыз. Қамырымыз тынды, енді 4 бөлікке бөліп, қамырымызды суалаймыз. Ұн сеуіп, қамырымызды қатты қалың етпей, қатты жұқа етпей жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін измельчительдің көмегімен дәндерімізді ұсақтап шығамыз. Кез келген дәннің түрін пайдалансаңыз болады. Мен үйдегі бар дәнді және арахиспен істегенді жөн көрдім. Міне, дәніміз ұсақталып болды. Енді оның үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды салған соң 2 ақуызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын массамызды жайылған қамырдың үстіне осылай 1-2 қасықтан салып жайып шығамыз. Ортасына өрік немесе мейіз салып, өз қалауларыңыз бойынша сәндеп салсаңыздар болады. Мен мейіз салдым. Осылай жан-жағын бекітіп, әдемілеп шығамыз. Екінші слойды да тоже солай жасаймыз. Осылай 4 слойды бітіреміз. Пышақтың көмегімен осылай бет жағына өрнек салып шығамыз. Қатты кесудің керегі жоқ. Бет жағын сәл ғана кессеңіздер жеткілікті. Өрнектеп болған соң жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз сарысын. Енді грек жаңғағымен өрнектің бетін жаңғақпен әсемдеп шығамыз. Рецепт ұнаса комментарий қалдырып кетіңіз, лайк басып қолдап кетіңіз. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін маған тіркелуді ұмытпаңыз. Міне осылай сәндеп шығамыз. Қараңыздар, қандай әдемі, қандай керемет. Енді осыны алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын.